құрметті әріптес, біз бүгін 3-ші сабаққа да келіп жеттік. Бүгінгі тақырыбымыз тұрақтылау мазмұндық бөлімі. Тұрақтылау дегеніміз не? Біздің бағдарламамыз егер 34 сағатқа берілген болса, сіз 34 сағаттың тақырыбын тағайындайсыз. Содан кейін сағат санын шығарасыз. Мүмкін бір тақырыпқа бірнеше сағат беруіңіз мүмкін. Содан кейін бұл тақырыптан күтілетін нәтиже шығарасыз. Біріншіден, 34 сағатыңызды бөлімдерге бөлесіз. Бізге ең тиімді бөлім 4 бөлім. Одан кейін сол бөлімдерге байланысты сағат санын жазасыз. Тақырыптың тұсына. Күтілетін нәтижеміз біздің білім өнімі болып күнтізбелік тақырыбымызда қайтадан көрініс табады. Мысалы, үлгіге алатын болсақ, бағдарламада сіз берілген тақырыптан кейін сағат санынан кейін күтілетін нәтижені қарастырып кетесіз. Күтілетін нәтиже тек қана бір сөйлеммен ғана жазылуы тиіс. Үлгіге назар саламыз.